Фильм Африкадағы қалың орманнан басталады. Келесіде біз екі рейнджермен танысамыз, Уинстон мен оның серігі Габи, олар бақылау миссиясында. Олар қалың орманмен қоршалған өзен бойымен шағын қайықпен жүреді. Габи дронды басқарып, аймақтың үстінен ұшып, суретке түсіреді. Кенет беймәлім бала дронды соғып, байланыс үзіледі. Габи құрылғыны алу үшін орманға баруды талап етеді. Уинстон өзеннен шығып, орманға кірудің қауіпті екенін, өйткені онда адамдар жоғалып кететінін айтса да. Бірақ Габи орманда қоқыс қалдыруға болмайтынын айтып, Уинстонды көндіреді. Габи орманға жалғыз барады, ал Уинстон қайықта қалады. Осы кезде біз бұрынғы баланы көреміз, енді онымен бірге тағы біреу бар, және олар рейнджердің дронын алып жүр. Габи орманның тереңіне енгенде, екі ер адам камераны балшықпен жағады, ал Габи дронның бір бөлігінің жоғалғанын байқап, оның сонда болғанына сенімді болса да таба алмайды. Ол ұялы телефонын қолданбақ болады, бірақ сигнал жоқ, ал ер адамдар тұзақ дайындайды. Уинстон камерадан ештеңе көрінбейтінін тексеру үшін барғанда, оның жабылғанын байқап қорқады. Екі ер адам құпияға толы орманды жақсы білетін сияқты. Олар саңырауқұлақ алып, орманға таралатын ұнтақ шығарады. Габи енді жалғыз және адасып жүр. Ол Уинстонмен байланысуға тырысады, бірақ ер адам қайықта жоқ. Картаға қарап бағыт алуға тырысқанда, оны біреу бақылап тұрғандай сезінеді, және әйел сол жердің дұшпандығын сезе бастайды. Ол қайта қарағанда, ол нәрсе жоғалып кетеді. Габи орманнан бірнеше дауыс ести бастайды да, ол жерден кету керек деп шешеді, бірақ ер адамдардың тұзағына қарай жүріп бара жатқанын байқамайды. Жүріп келе жатып, жердегі арқанды көрмей, тұзақты іске қосады. Ол аяғын тесіп, әйел ауырсынудан айғайлайды. Габи орнынан тұрып, Уинстоннан көмек сұрау үшін радионы пайдаланады. Сол кезде бір нәрсе жанынан өте шығады, оған шығудан басқа амал қалмайды. Әйел аяғынан ағашты алып тастап, жүре береді. Орманнан шығатын қызыл жарық көреді. Уинстон енді досын қайықтан іздеп, қызыл жарық күшейіп, күн түнге айналады. Уинстон қайықтан түсіп, оны орманнан іздеуге шешім қабылдайды. Біз Габидің сол қызыл жарықпен бетпе-бет тұрғанын көреміз. Бір сәтке ол гипноздалғандай болады. Уинстон досын шақырады, бірақ кенет орманда жаңғырықтайтын оғаш дауысты естіп, қорқыныштан тепе-теңдігін жоғалтып, батпақ суына құлайды. Дауыстар жалғасады. Уинстон ағаштың артында бір нәрсені көріп, Габи деп ойлап, соған қарай жүреді. Бірақ әйел ер адамдардың үйшікті тауып, есікті қағып, біреу бар ма деп сұрайды. Жауап болмаған соң ол үйге кіріп көптеген заттарды табады. Жараланған әйел сол жерде демалып, жараларын таңуға шешім қабылдайды. Уинстон батпақ суынан шығады, бірақ жақын жерде тіршілік иесі дыбыстар шығарып, оны қорқытып, зәресін ұшырып қашады. Габи үйшікте ұйықтап, түсінде бір нәрсені құсып, таңғалып оянады. Көп ұзамай екі ер адам оны тауып, біреуі пышақпен тамағына тақап, кім жібергенін сұрайды. Габи дронды алуға келгенін, тұзаққа түскенін түсіндіреді. Ер адам оның аяғына қарап, олардың тұзағын бүлдіргенін айтады. Уинстон ағаштың артында жасырынып, бұл шынайы емес деп өзін сендіруге тырысады. Бірақ бір нәрсе жақындайды. Ол бұрылғанда төрт аяқты гуманоид тіршілік иесін көріп, ойланбастан қашады. Үйшікте ер адамдар Габиге қамқорлық жасауды шешеді. Габи олардың кім екенін білгісі келіп, аттарын сұрайды. Ер адам өзін Берент, ұлын Стефан деп таныстырады. Ол Габиден қаладан келгенін сұрайды, бірақ ол рейнджер станциясында екенін айтады. Берент қазір неше рейнджер бар деп сұрайды, ол тек екеуі екенін айтады. Кешкі ас дайындағанда Габи тағы да оғаш дыбысты естіп, бұл не болуы мүмкін деп сұрайды. Берент бұл ескі сиыр деп жауап береді. Кешкі аста әкесімен ұлы оғаш дұға оқиды, Габи тамақты жемейді. Берент оған тамақты ләззат алуын айтады. Уинстон тіршілік иесінен қашып, ағашқа ілініп, үмітсіздікке түсіп, құлайды. Тіршілік иесі оның алдында Уинстон пышағын алуға тырысады, бірақ қаруын жоғалтқанын түсініп, қайта қашады. Тіршілік иесі қорқынышты айғай шығарады. Үйшікте бәрі ұйықтауға дайындалады, бірақ Габи терезеден адам емес нәрсе көргенін айтады. Екеуі не екенін білетін сияқты, тыңдау үшін тоқтайды. Уинстон қайта жасырынып, саңырауқұлақ тамырларының баяу жақындап, оған шабуыл жасағанын байқамайды. Үштігіне қайта оралсақ, Берент Габидің жарасына үй дәрісін дайындайды. Әйел ұйықтап жатқанда ол ұлына қалғанын қарауды тапсырады.
Бала ешқашан әйел көрмеген, оны қызығушылықпен бақылайды, бірақ ештеңе жасамайды. Габи тағы оғаш түс көреді, денесінен өсімдіктер шығады. Ол қорқып оянады, бірақ үйшікте жалғыз, өйткені әке мен бала аң аулауға кеткен. Габи Уинстонмен байланысуға тырысады. Ол атын атап жауап береді, бірақ Габи оның қайда екенін сұрағанда, ер адам шатастырып, оғаш сөздер айтады. Бұл Габиді одан сайын алаңдатады. Габи өзін жылыту үшін от жағады. Берент ұлымен аң аулап, жабайы шошқа өлтіреді. Жақындағанда ол ұлына жануардың қанын жағып, табиғат анадан кешірім сұрайды. Олар оғаш рәсімдерін жасап жатқанда түтін иісін сезеді. Габи үйшікте кішкентай аумақты өртеп, орналасуын белгілеуге тырысады. Берент ашуланып үйшікке кіріп, күндіз от жағуға болмайтынын айтады. Габи әріптесінің түтін арқылы табу үшін деп жауап береді. Берент оларда радио бар екенін, оны табуы керек еді дейді. Габи әріптесіне алаңдайтынын, оғаш дыбыстар естігенін айтады, бірақ Берент оны елемей, кейін қайтаратынын айтады. Түнде Берент Габидің жарасын емдеуді жалғастырады. Ол Уинстонмен байланысуға тырысады, бірақ жауап жоқ. Габи байланысудан бас тартып, Берентпен сөйлеседі. Ұлының джунглиде емес, оқуы керек екенін айтады. Берент оның қажеттіні үйреніп жатқанын айтады. Габи оның анасы қайда деп сұрайды. Ол әйелін сүйік обырынан 13 жыл бұрын жоғалтқанын айтады. Габи көңіл айтады, бірақ ол бұл өмір деп жауап береді. Ол бұрын ғалым және фитопатолог болғанын, әйелі Лили кеткен соң бәрі өзгергенін айтады. Оның әйелі химия инженері болған. Стефан Габиге алқа береді. Берент бұл оларды еске алу үшін сыйлық дейді. Габи алғыс айтады, бірақ бәрін оғаш көреді. Енді Уинстонның жансыз денесін, Габидің түсіндегідей саңырау құлақтар мен өсімдіктер жауып жатқанын көреміз. Үйшікте Габи сол түсті қайта көреді, тек енді өсімдік аузына кіреді. Берент оны тез оятады, бірақ аузын жабады, өйткені тіршілік иесі үйшікті айналып жүр. Стефан садағын алады, ал тіршілік иесі кіруге тырысады. Берент Габиден үнсіз бола алама деп сұрайды, ол болатынын айтады. Тіршілік иесі барлық жолмен кіруге тырысады. Берент, егер олар кірсе, қозғалмау керек, өйткені бұл тіршілік иелері соқыр деп ескертеді. Габи денесіне сұйықтық жаға бастайды, әке мен бала құбыжықпен бетпе-бет келуге дайындалады. Габиге шабуыл жасала жаздайды, бірақ Берент тез әрекет етіп оны қорғайды. Бір гуманоид тіршілік иесі үйшікке кіреді, бірақ Стефан оны атып шегіндіреді. Бейбітшілік қысқа болады, тағы біреуі пайда болып, Берентке шабуыл жасайды. Ол айтқандай қозғалмау керек, өйткені тіршілік иелері соқыр. Олар жеңіл қозғалыстар жасайды, бірақ Габи шу шығарып, тіршілік иесінің назарын аударады. Стефан көмекке келіп, бірнеше рет шабуыл жасайды. Әке мен бала бірігіп, тіршілік иесін қуып шығады. Берент есікті тез жабады. Габидің тіршілік иесінің қанына былғанғанын көріп, Стефан оның киімін тез шешеді, әйелді таңғалдырады. Берент оған сенуді сұрайды. Стефан Габидің қанын тазалайды. Берент жараланғанын байқайды. Габи өзін нашар сезініп, есінен танып қалады. Кейін Берент бұл тіршілік иелерінің гуманоидты саңырау құлақтар екенін, адамдарды ұнататынын, және дененің бәрін жейтіндерін түсіндіреді. Габи оның қандай ақылсыздық айтып жатқанын сұрайды. Берент бұл планетадағы ең үлкен организм, олардың астында өмір сүретінін айтады. Ол бұл тіршілік иелерінің адамзат тарихынан да ескі екенін, және таралуға дайын екенін түсіндіреді. Габи бұл оның бұрын айтқан құдайы ма деп сұрайды, бірақ Берент адамдардың одан да жаман нәрселерге сенетінін, бұл жай ғана басқа біреу екенін айтады. Габи Стефан әкесі сияқты ойлай ма деп сұрайды, бірақ бала ұйықтайтын уақыт деп жауап береді. Габи тағы түс көреді. Орманның ортасында біреу артынан тиіп, мойнынан саңырау құлақ шығады. Ол шок болып оянады. Стефан жанында оны әдемі деп атайды. Габи жақсы қабылдап, ұялы телефонын көрсетіп, екеуінің суретін түсіріп, өмірінің басқа суреттерін көрсетеді. Стефан қызығады, бірақ әкесі пайда болып, Габиді құбыжық деп атап, үйден кетуін сұрайды. Стефан мен Берент басқа жерге кетуді шешеді. Ал Габи Берент сындырған телефонының қалдықтарын жинап, кейбір жазбалары бар кітап табады. Осы кезде Берент өз құдайына құрбандық шалып, ағаштың алдында тізерлеп, ішінен саңырау құлақтар өсіп жатқанын қарайды. Ол ағашқа қан қалдырып, саңырау құлақты алып, жейді. Ұлына тағы бір береді. Содан соң жарасына қарап, алаңдайды. Берент үйге қайтып, Габидің оның заттарын оқып жатқанын көреді.
Ол Габидің жұқтырғанын байқап, әйелді алаңдатады, бірақ кетуін сұрайды. Стефан әкесінің шешіміне келіспейтін сияқты, бірақ ештеңе айтпайды. Көп ұзамай есік қағылады, Берент тексеруге шешім қабылдайды. Әкесі кеткен соң, Стефан Габиге көмектесу үшін бірдеңе іздейді. Оның қолындағы саңырау құлақты жалап, содан соң құшақтайды. Габи баланы жұбатып, әрдайым келетінін айтады. Берент қайтып кететін уақыт деп айтады. Габи Стефанды алып кетуді сұрайды, бірақ әкесі күледі. Олар жүріп келе жатқанда, Габи олардың астындағы тіршілік иесінен қалай жұқтырмағанын сұрайды. Ол олардың жұқтырғанын айтады. Олар Уинстонның фонарын тапқанша жүреді. Габи гуманоидты саңырау құлақтар мекеніне қарай бет алады. Берент қауіпті деп ескертеді, бірақ Габи оны елемейді. Берент ақырындап оны ереді. Габи қауіпсіздік камерасын тауып, жад картасын алады. Олар аздап жүріп, саңырау құлақтармен жабылған Уинстонның денесін табады. Габи досының денесіне тигенде, оның әлі тірі екенін біледі. Уинстон өлтіруді сұрайды, бірақ Габи оны ауруханаға апаруға болатынын айтып, бас тартады. Берент әрекетке дайындалады, бірақ Габи оны тоқтатады. Ол көмектесудің жолы бар ма деп сұрайды, бірақ Берент тек Уинстонға жебе береді, ол көп ұзамай өлуді таңдайды. Габидің қатты жылауы көбірек гуманоидты тіршілік иелерін тартады, Берент тез кетуді сұрайды. Екеуі үйшікке қайтып, Стефанды оятады, ол Габидің кетпегеніне қуанады. Берент үйшіктің барлық кіреберістерін жабады, өйткені көбірек тіршілік иелері жақындайды. Түнде Габи тағы түс көріп, саңырау құлақтардың таралып жатқанын түсініп оянады. Ол Берентке оның емдейтін дәрісі бар екенін білетінін айтады, бірақ ол оны елемей кетіп қалады. Габи Стефаннан әкесінің қайда кеткенін сұрайды, бала оның дұға етуге кеткенін айтады. Беренттің жоқтығын пайдаланып, Габи баланың анасы туралы сұрайды. Ол анасы туралы аз естеліктері бар екенін, бірақ оның қазір орманда өмір сүретінін айтады. Габи мұны бірден түсінбейді. Бала оны көрсетемін деп айтады, ал Берент дұға етіп жатқанда, гуманоидты саңырау құлақтардың дыбыстарын естіп, шошып қалады. Фонда сол қызыл жарықты көреміз. Габи Стефанды рейнджер болуға, онымен бірге кетуге көндіруге тырысады. Тіпті оған көптеген әйелдер бар екенін айтады, бірақ Стефан әкесінің жақын арада бәрі өледі дегенін еске түсіреді. Көп ұзамай Берент бозарып, қорқып үйшікке кіреді. Келесі күні Берент ұлымен әдеттегі рәсімін жасап, тағы саңырау құлақ береді. Габидің жұқпасы тез таралады. Берент пен Стефан үйге қайтып, Берент баланың тез қайтуға асыққанын байқайды. Стефан үйге жеткенде Габиді сүйеді, бірақ бұл тек әкесінің берген саңырау құлағын беру үшін еді. Берент ештеңе демей, Габидің өміріне қайтуға дайын ба деп сұрайды, бірақ емнің әсер етіп жатқанын көріп, Габи қалғысы келетінін айтады. Берент ештеңе демей кетіп қалады. Стефан жаңалыққа қуанып, Габиге садақ қолдануды үйретеді. Ол Габиді түсінде көрген қасиетті ағашқа алып барады. Стефан мен Габи Берентті алдауға тырысады. Ал Габи жинаған бөлшектермен телефонын жинайды. Габи онымен және тіршілік иелерінің суреттерін көреді. Сөйлесу кезінде Берент онымен қызығады. Габи Берент мақтанатын дінді білгісі келетінін айтады, бұл оны ашуландырады. Ол сөйлесу кезінде тон өзгертеді, бірақ әйелге көрсетуді шешеді. Содан соң ол ұлымен дайындық жасайды. Стефан Габидің бетіне қызыл бояу жағып, Берент оның бетіне сиқырлы ұнтақ өрлейді. Габи тез арада басқа өлшемге түсіп, көптеген нәрселерді бірден көреді. Ол батпақта жалаңаш оянып, судан шыққан ер адамды көреді. Ол Стефан екенін ашады. Екеуі де жалаңаш, және олар анайы кездесуге түседі. Габи ләззат алғанда қасиетті ағашта қайта оянып, көптеген жаман көріністерді көреді, бірақ бұл жолы шынайы әлемде оянады. Ол Беренттен қайда болғанын сұрайды. Ол оның армандар храмында болғанын, 4 сағат өткенін айтады. Габи айлар өткендей сезінетінін айтады. Берент оған не айтқанын сұрайды, бірақ Габи ештеңе түсінбейді. Ол Стефанға қарап, бұл да түс екенін түсінеді. Берент түсінде сұраған сұрақты қайталайды. Ол нәрсенің не қалайтынын білгісі келеді. Біз құбыжықтың Беренттің ұлын жинағысы келетінін білеміз, бірақ ер адам өз ұлына мұны істеуге батылы жетпейді. Габи мен Стефан енді өте жақын, күліп жүр, ал Берент не істеу керек деп ойланады. Түнде Берент дұға етуге шығады. Габи мен Стефан қашуға тырысады, бірақ жолда Берентке кезігеді. Стефанның әкесі ұлының неге кеткісі келетінін түсінбейтінін, оны әрдайым қорғағанын айтады.
Габи пышақ тартып, ер адамның алға басуын тоқтатпақ болады, бірақ ол жүре береді. Берент Габидің Стефанды қаладағы құлдық өмірге алып кететінін айтады, бірақ Габи оны жынды деп атайды. Ол Беренттің кітабын алып, оны әлемге әшкерелейтінін айтады, бірақ кетуге дайындалғанда Берент ұлына сол әлемде ештеңе ашатын ештеңе жоқ екенін айтады. Егер Стефан қазір оны тастаса, анасының құрбандығы бекер болатынын айтады, бірақ Габи оны өлтірген Берент екенін айтады. Берент әйелінің сол жерде өлуді таңдағанын, ұлына бірге жасаған ұлы сапарларын еске салады. Бала Габимен қашудан бас тартып, әкесіне қайтады. Габи екеуі үйшікте қалғанда кетуді шешеді, бірақ жолда бір нәрсені сезіп, оларды алыстан бақылауға қайтады. Стефан қайда бара жатқанын сұрайды. Берент құрбандық шалатынын айтады, мұны істеуге мәжбүр болғанына дірілдейді. Габи үйшікке барып, садақ алады, ал әке мен бала қасиетті ағашқа жол тартады. Стефан әлі құрбандықты олармен көрмейтінін түсінбейді. Әкесі тек олардың құдайы қамтамасыз етеді деп айтады. Габи Стефанды құтқаруға тырысып, гуманоидты саңырауқұлақты тауып, ағаштың артына жасырынады. Берент ұлына құдай оны таңдағанын түсіндіріп, дайындықты бастайды. Берент ұлының арқасына соғады. Габи гуманоидтардан қашып біреуін соғады. Бала әкесінің жоспарын түсініп, тағдырына қарсы күреседі, бірақ ағаш оны ұстайды. Берент оны өлтіруге дайындалады. Габи көмектесуге келеді, бірақ бұтақтарға тұтылып қамалып қалады. Бақытына ол босайды. Ол Берентке желе атады, бірақ әсері аз, ол тез шабуылдайды. Стефан көмектесуге жүгіреді, бірақ Габи есінен танып жерге құлайды. Гуманоидты саңырауқұлақ жақындайды. Олар бетпе-бет келеді, бірақ Стефан сүйіктісіне көмектесуге жүгіреді. Ол құбыжықпен күреседі. Берент Габиді шашынан сүйреп ағашқа апарады. Стефан құбыжықты аяқтайды. Берент Габиді өлтірейін деп жатқанда, Стефан уақытында құтқарып, әкесінің арқасынан пышақтайды. Берент жерге құлап, ұлын манипуляциялауға тырысып, бұл тек сынақ еді дейді. Бірақ Габи жақын жерде тіршілік иесін көріп, қашып, Берентті өлуге қалдыруды сұрайды. Екеуі үйшікке қайтады. Габи душ қабылдап жатқанда тағы көрініс көреді. Организм онымен байланысуға тырысады, бірақ ол оянады. Ол Беренттің кітабын алып, оқи бастайды. Осы кезде Берент гуманоидты саңырауқұлақ болмау үшін күреседі. Ағаштан тағы бір мүмкіндік сұрайды, бірақ бекер, саңырауқұлақтарсыз қайта жұқтырылады. Габи енді жұқтырылған, баяу өліп жатыр. Саңырауқұлақтардан қорғаныс жоқ. Ол Стефаннан әлемді көруге баруын сұрайды. Күндер өтіп, оның жұқпасы нашарлайды. Ол гуманоидты саңырауқұлаққа айналып барады. Стефаннан оны жоюды сұрайды. Ол солай етеді. Стефан енді жалғыз, организм ешқашан болмағандай тірі. Ол сүйіктісінің кеңесін тыңдап, сол қарғыс атқан орманнан кетуді шешеді. Ол қазір үлкен қалада, жаңа өмірге үйренуге тырысып, сол ақылсыздықтан алыс, қауіпсіз өмір сүреді. Бірақ ол байқамайды, бірақ оның тиген бәрі жұқтырылады.